Ассаламу алейкум, hürmetli бұқаралар, мекеме кархана һәм шөлкен басшылары. Өзбекстан Республикасы Айрықша жағдайлар министрлігінің 2025 жылы 17 май күнгі 173 санлы белгіне текарланып, осы жылдың 20 май күнінен 20 июль күндері аралығында республикамызда өрт қауіпсіздігін тәмінлеу бойынша ахметлі 30 күн иләжі жарияланды. Бұл иләжда текарнан төмендегі 4 бағдар бойынша өртлердің алдын алу мақсатында бірқатар профилактикалық иләжлер әмелге асыруы белгіленген. Біріншіден, базарларда, ірі һәм сауда комплекслерінде, айрықша ахметлі һәм категорияланған экономикалық объектілерінде өрт жарылу қаупі жоғары болған объектілерде, сондай-ақ адамдар көп жиналатын орындарда өрт қауіпсіздігін тәмінлеу. Екіншіден, жазғы демалу һәм саламатландыру дәуірінде демалу орындарында, санатория һәм басқада демалу орындарында, саламатландыру орындарында өрт қауіпсіздігін тәмінлеу. Үшіншіден, тоғайларда өрт қауіпсіздігін тәмінлеу. Төртіншіден, үй-жайларда өрт қауіпсіздігін тәмінлеу болып табылады. Бұл бағдарда районымызда 6654 мыңнан астам үй-жайларда өрт қауіпсіздігін тәмінлеу бойынша бұқаралардың жекеменшік тұрақ жайлары һәмде зәһәрлі газдан зиянданудың алдын алу мақсатында үйме-үй жүріп профилактикалық үйренулер жұмыстары алып барылды. Һәм 6200-ден астам қауіпсіздік қағидалары бойынша ескертпе һәм материалдар тарқатылды. 76 мәрте қалаба хабар құралдары арқылы көрсетулер, естірулер, роликлер һәм мақалалар жарияланып, жыл басынан тұрақ жайларда өрт қауіпсіздігіне әмел етпеген 21 бұқараға әкімшілік шаралар көрілді. Hürmetli бұқаралар, мекеме кархана һәм шөлкен басшылары, мемлекетімізде жарияланған өрт қауіпсіздігін тәмінлеу бойынша ахметлі 30 күн иләжіне белсене қатынасып, өрт қауіпсіздігі қағидаларын толық әмел етуіңізді сұраймын.